О, Құдай-ай, өшірсеңші мына шамды деді де, Алмас қошқылданған қоңыр тамның қабырғасындай реңсіз көрпесін желп еткізіп сырт айналып аунап түсті. Бедірейген салмақты ағаш үстелдің үстіндегі майшам да Алла деп күрсінгендей. Төсек жақтан келген болмашы желге өшіп кетердей дір-дір ете қалды. Оның да сіркесін су көтермей тұрған секілді. Ауыл шетіндегі ақталмаған ақталса да сылауы түсіп көркі кеткен бұл үйдің үміті де дәл жаңағы жымысқы шам десеңіз болды. Алыстан қарасаң ақ қарасы аралас түйе бағатын осы ауылдың асау бурасының аязды күнгі қырау шалған құмалағына қатты ұқсайды. Қыз қылышын қынына салмай сарнап тұр. Тұманның арасынан әрең шыққан оттың өлі жарығындай шеткі үйдің түссіз қағаз шегелеген терезесінен ғана жарық көрінеді. Түннің соңғы жартысы таңға ауысып барады. Шырылдаған сәбидің дауысы әлі басылған жоқ. Өшірші үнін, өшірші. Арманның шыдамы шыңғырып атылған адырнадай айғаймен басталды. Айғайлама, қарны аш, оған да тамақ керек деп Жайнат та күйініп жылап жіберді. Бәрін біліп сезіп отырса да, емізбейсің бе шырылдатпай, еміз деп әдетті бойынша төсегінің басынан темекісін іздей бастады. Төф, шарасыздығы мынау. Темекі тартпағалы қашан бітіп қалып еді ғой. Bir жағы ол да жаза бұл үшін. Жұмыста қолына қарға тышқан біреуден сұрап шекпесең, қазір ол да жеткізбейді. Шырылдаған сәбиін тербетіп, жуған шоқпыттай реңі тез қайтып бара жатқан ана жүрек жылап отырыста қайратты сөйлейді. Күні бойы кергіледі. Омырауға сүт түсіп баланы тойғызу үшін мына мені анасын тамақтандыру керек. Жарытып тамақ ішпегеніңізге міне нешінші күн деп сөзін соңына жұта берді. Арманға артар кінә жоқ екендігін біліп отырып, арыз айтуға күйеуін аяды. Ұзақ үнсіздік орнады. Бесіктегі сәбидің дауысы екеуіне де естілмейтін секілді. Ұйқысы қашқан үйдің майшамы да межелі жеріне жетіп, сығырая-сығырая бір жола өшті. Өшпей тұрған сәбидің алмастай амалы таусылып, тауы шағылып отырған ердің ұрпағының үні. Тәуелсіздіктің құрдасы арманның үні ғана. Алмас Жайнаттай оң босағада отырып, қолына қонған жарын ойласа, қанбаған ұйқысына қарамай қайрала түседі. Нәр татпаған сәби таң ата шаршап ұйқыға кетсе, Алмас пен Жайнатта көзілген екен. Күн арқан бойы көтерілгенде орманға ағаш кесуге, отынға кететін жігіттер түйелерін бақыртып Алмастың үйінің іргесіне келді. Шеттегі үй болған соң, барлық шаруа адамдарының барлығы осы үйден аттанатын еді. Кешке жиған терген ағаштарын қалаға өткізіп, азын-аулақ табыспен оралатын. Саталмағандары ауылға әкеліп жинай береді де, қомақты етіп өткізіп бір шала байып қалатыны бар еді. Ең бірінші болып жүйкесі тозып, сырқаты еңдеген Жайнат оянды. Олап-шолап тасыр-тұсыр еткен жұмысшы жігіттердің дауысы жарқын-жарқын шығады. Алмас тұр, асқарлар келді деп жақын досының есімін арнай атады. Бүк түскен күйеуі ұйқы қысып меңдегені сол, қыбыр етпейді. Алмас тұршы деп әлсіз денесін сүйрете көтеріп, күйеуін түртіп оятты. Күйеуі таң ата ұйықтағанына қарамай сергек оянды. Тарамыс болып әбден көндіккен денеге 2-3 сағаттық ұйқы оңай олжа екен. Апыл-құпыл киіне бастады. Алмас деймін, күн көтерілгенше әлі ұйықтап жатырсың бай. Сырттан серіктестерінің шыдамсыз дауыстары да тақымдап барады. Байқашы, ағашқа шығып қобытақ кесуді қойыңдар. Қайныкештің күйеуі секілді жазым кетерсіңдер деп Жайнат та арғы денесін төсегінен әрең көтерді. Соқ сумен бетін шайып жатқан күйеуіне естісін дегендей даусын көтере, жердегі ағашта жетер, жесір қалатын жайымыз жоқ дейді де, Алмастың сырт киімін, қолғабын, бас киімін қосып әкеліп қолына ұстатты. Қол жетер жерде қалған қу ағаш жоқ, жақын маңайда. Киімін киіп болған соң, ол үшін апталап адам бармаған орманға бару керек. Онда кеткенің тер сіңген құлақшынын басып киді де, барса келмеске кеткенің деп сөзін аяқтады. Иә, біздің қазіргі жағдай оны көтермейді. Күнде суық. Енді бір күн шыдай тұрыңдар. Осы жолы қалайды саған дәрі табамын деп, аяғын нық-нық басып үйден шығып кетті. Сыртта жұмыскерлердің шұрқыраған дауыстары естілді. Күйеуі кеткен соң Жайнат көпке дейін ұйықтай алмады.
кешеден бері өз жағдайының күрт төмендеп кеткенін анық сезіп жүр. Жаңа күйеуіне неше оқталып айта алмап еді. Артын ойласа, екі шықшыты шағып, сәл адам секілді денесі қимылдатпайды. Баланың жайы не болады? Алмас қой жанын бағар, оның үстіне аштықта асқазанын қырып барады. Көрші қолаңның қатындарына барып, жексұрын болудан шаршаған көңілі тұрғызар емес. Олардың да қарық болып отырған шамалы. Ауруы асқанып, ойы сан-саққа кетіп жатып, көзі ілініп кетсе, ашыққан сәби арман жиі жылай берді. Тез тербетіп ұйықтатып тастауға тырысады. Аздан соң тағы жылайды. Алмас достарымен аттанған соң жарты сағаттай уақыт өткенде есік қағылды. Жайнат жылауға мұрша бермей баласын тербетіп отырған. «Кіре бер, ашық» деп дауыстады. Аяз қысып сіресіп қатып қалған есік шиқ етіп әрең ашылды. Ішке Асқардың әйелі кірді. Аты Гүлсім болатын. Жабық екен деп қалсам, қатып қалыпты ғой деп есікке өкпелегендей сөйлей кірді. Қолында 2 литрлік кастрөлі бар еді. «Тағы да сені шақырды ма? Өзім де барайын деп ұялып отыр едім. Асқар жіберді ме? Алмас айтқан ғой» деп күйеуіне іштей риза болды. «Ұялатын несі бар? Баланың аштан өлтірмексің бе? Адамның күні адаммен». «Иә, рахмет, көп жасаңдар» деп Жайнат келіншектің сөзін бөліп жіберді. Ыстық сөзін кейде терең деп басып айтатын біліп отыр. Ішіне толған әңгімесін, өсек аяңын айта алмастан Гүлсім көп бөгелмей кетіп қалды. Себебі Жайнаттың шешіліп сағаттан сағатқа шайпайтын шамасы да жоқ еді. Түн уақыты, сағат 2-3 шамасында сырттан шулаған дауыс естілді. Үйдің іші мола тыныштық. Таңдайына дәм тиген арман ұйықтап жатыр. Пыс-пыс еткен демі ғана білінеді. Сырттағы қыбыр ішке қалтқысыз келеді. Жайнат төсегінде жатып, сырттағы дыбыс арқылы бәрін біліп жатқан. Тықырлаған тышқанның тірлігін де біліп жатыр. Тек тұруға шама қалмаған. Сырттағы дауыстар барлығы ер адамдікі. Енді қатын-қалаш әйелдердің дауысы араласа бастады. Бәрін танып біліп тұр. Тек бұлар неге бұлай қарадай бүлінді екен? Жұмысшылар неге сонша ерте қайтты? Бойын қорқыныш билеп, қолы дірілдей бастады. Ерні де кезеріп еркіне бағынбай барады. Бір пәле болды ма екен? Онда неге жылаған сықтаған дыбыс жоқ? Дауыстарын қалыбынан басып сөйлейді. Күбірлеу, тықыр. Жайнатта мүлдем ес қалмады. Дауыстар үйдің іргесіне келді. Жайнат орнынан қалай тұрғанын аңғармады. Екі көзі есікте. Жанарынан бірінен соң бірі қатарлап аққан жас парылап кетті. Солақ екен, есіктен еннен демалып Асқар кірді. Екі аяғы қара жерге батып, батпақта келе жатқандай әрең сүйрете басады. «Не болды, Асқар?» дегенге Жайнаттың тілі әрең елікті. Асқар тамағын қырнап, екі реңді де қойды. «Не білді? Алмасым қайда? Аман ба?» деп осы жолы дауысын көтеріп, екі көзін шарасынан шығып кетердей күйде тіл қатты Жайнат. Аздан соң Алмасқа «Ол қайда?» деп айғай салды. Асқар төмен қарап, сыртта денесін алып келдік деп орнынан тұра берді. Сөз соңы өз құлағына жеткенде Жайнаттың сүйек тұлғасының күрс етіп құлаған дауысы естілді. Артынша ауыр азаптың арасынан шыңғырған сәбидің дауысы естілді. Бұл біздің Арманның дауысы еді. Қайғының үстіне қайғы. Ауылдың үлкен-кішісі бір түршігіп қалды. Біреу барына, біреу жоғына шүкіршілік етті. Тіпті шыбын жаны олжа болып, қарайып отырғандарына алғыс айтып, Алласын аузын алды. Қайғырмаған тек Арман ғана. Жыласа тек қарны ашып жылайтын секілді. Жөргектен жетім қалған сәбидің асырап алуға жатты қойып, жақыны бата алмады. Заманның жазғаны ма, тағдырдың талғамы ма, әркімнің өзіне аян. Жетім қана. Аты қандай жаман. Балалар үйі өз үйім дейтін жетімдердің арасына Арман 2 жасқа аяқ басқан кезінде тапсырылған. Аудан орталығындағы балалар үйіне тағы бір қара көз қазақ келіп қосылды. Бұл Талғат директордың басқаруындағы аудандағы жалғыз балалар үйі. Жасы 50-ді алқымдаған директордың соңғы 2 жылдағы қызметі осы. 30 жыл мектепте педагог болған адам. Қазақ десе қаны қызатын ұлтжанды желтоқсан көтерілісінің белсенділерінің бірі. Бір жағы жалғыз тәрбиешімен бірге балалардың ортасына жиі кіреді. Балалар көп, бұлар екеу ғана.
Тәрбиеші секпілді көп, ақ сары, орта бойлы жесір әйел Алмагүл. Осы балалар үйінің алғашқы түлегі. Күйеуімен сыйласпай осында қайтып келгені 3 жыл болған. Тәрбиешілерден бір өзі қалғалы жылдан асты. Күндіз түні осында. Балалармен бірге бір директор, бір тәрбиеші, 2 қазақ. Асханадағы Винара ол орыс. Қалған жұмыстарды ілікке ілінген балалардың өздері істейді. Талғат директор болғалы, әсіресе осы бір қиын кездер келгелі балалар үйінде темірдей әскери тәртіп орнаған. Ал айта бер, айдағаны 5 ешкі, сықырға жер жарған жан, деп Талғат әдетінше Алмагүл тәрбиешіге тиісе сөйлейді. Қойыңыз, ауруыңыз жазылса да, қалжыңдағаныңыз басылмапты ғой, денсаулығыңыз қалай, деді. Алмагүл де түрте сөйледі. Емделуге өзіне 2 апта демалыс жариялаған. Келгені осы. Не өзгеріс бар, балалардың жайы қалай, келген кеткен дегендей? Бәрі жақсы, өте жақсы. Жаңалық жағына келсек, сіз жоқта жаңадан бір бала қабылданды. Құжаттары осында, деп қолындағы папканы ұсынды. Бағанадан бері осыдан бастамадың ба? Жақсы деп келді, деп құжаттарды қарай бастады. Туыл туралы куәлік, әке-шешесінің қаза болғаны туралы анықтама, өлімдерінің себептері, туыстарының әлеуметтік жағдайы, ең соңында баланы әкеліп тапсырушы тараптың өтініші, тағысын тағы. Директор жалпақ бетін ұртынан тартып, қарлығаштың қанатындай қара мұртын жыбырлатып, ернін тістеп, аз отырды, жақсы жаңалық емес, деп әуелгі сөзін жалғады. Трагедия, жоқшылық, тағдыр және біз, деп қадап-қадап сөйледі. Шын күйінген директорға Алмагүлдің қарсы сөйлеуге дәті бармай, мысына басылып отыра берді. Тым кішкентай емес пе, деді директор көзін бір нүктеге қадап. 2 жасқа келген, өзі тамақтан алады, аяғын басып жүгіріп жүр. Бесіктен белі шықпай, 2 көзі жанып тұр, деп Алмагүл баланы шынын атқанын жасырмады. Өзі тура тәуелсіздік күні туылыпты. Болды, қуантады, қабылдайық. Туған туысынан қайыр жоқ. Оларға енді хабарласудың керегі шамалы. Жақсы, бара бер Алмаш, деп Талғат директор өз шешіміне өзі риза болғандай еңсесін көтеріп миығынан күлді. Бұныңыз дұрыс болды ағай, дұрыс, деп Алмагүл де қуанып кетті. Айтпақшы, азық-түлік қалай, тышқан тесіп ұясына тасып жүрген жоқ па, деп мысқылдай күлді. Ашқан есігін қайта кері жауып, Алмагүл де астарлап жауап берді. Тышқан тессе табақ тосатындар жоқ емес, как сказать, трагедия, жоқшылық, тағдыр және біз. Әй Алмаш, алдауды білесің де, азықтан алушы болмаңдар, деп директор артынан айғай салды. Қалжыңы мен қасіреті қатар жүретін осы бір балалар үйі берекенің ортасы. Үкіметтің берген азығын межеге дейін берекесін асырып, төкпей шашпай жеткізеді. 30-дан астам орыс, татар, ұйғыр секілді ұлттар ұрпағының арасында Іңкәр мен Арман атты қазақша ныпсылы қос бүлдіршін егіз қосыдай өсіп келе жатты. Бүтін балалар үйі ешбір ұлтқа бөлінбеген, бөлек әлемінде жүретін, мұң мен махаббатқа қатар малынып, бір қойдың құмалағындай жетімдіктің сызын бірге тартты. Олардың жүрегінде ешкімнің кеудесінде жоқ үміт, ешкімнің қиялында жоқ арман, қайрат бар еді. Бәрі жылдар өтіп, ескіре бастағанда басталды. Аудан орталығы болған соң, советтен қалған саябақтар мен көркем кешендер көп еді. Іңкәр мен Арманның ойындары, балалық қызықтары осы жерлерде өтіп жатты. Іңкәр аққұба келген, дөңгелек көзді, томпақ бет сүйкімді қыз. Оң жақ иегінде меңі бар. Күлген кезде бір жақ беті шұңқырайып, ерекше құлпырып кетеді. Арманның ең жақсы көретін әрекеті Іңкәрді күлдіру. Сабақтан қайтқан соң бақтың ішінде әткеншек тебетін. Жаздың жылы күнінде, күн еңкейген екінтінің уақытында Арман мен Іңкәр әткеншек тебу үшін баққа келген. Шиқылдаған әткеншектің дауысы әрегідік құлақты жарады. Екеуінің әрекеті әдемілікке бола жаратылған көбелек секілді тым нәзік әрі сұлу еді. Арман, дейді Іңкәр, ау айта бер, біздің Алмагүл апайдың балалары жоқ екен ғой. Апай осы балалар үйінен шыққан ол қыздың бәрі менің балам деп айтқан. Өткенде естіп қалдым, деп Арман ересектерше сөйледі. Ал Талғат ағайдың 4 баласы бар екен. Бәрі Алматыда оқып жүр, дейді. Іңкәр үлкен қиялға берілгендей.
Иә, бізге де сондай оқу бұйырса шіркін. Арманым жоқ. Әке-шешемнің арманына жеткім келеді. Оқуға түсіп, бастық боламын. Сонан соң балалар үйіне барлық жағдайды жасар ем. Талғат ағай секілді адамдар үшін өмір сүремін. Ол кісінің әйелі қандай өткенде көрдің бе? Нағыз ана шығар. Арман, осы... Иә, айтсаңшы, екеуміз өскен соң үйленеміз бе? Жыбыр етіп бір жақ беті шұңқырайып кетті. Екеуі де жылы күлді. Үйленсе үйленейік. Ал біз балаларымызды тастап кетпейміз, иә? Деп Арманның жүзіне тіке қарады. Арман, әрине тастамаймыз. Біз жақсы ата-ана болуымыз керек. Талғат ағай секілді. Қамқор, мейірімді, солай емес пе Іңкәр деп сөзіне сенбегендей Іңкәрдің қолынан ұстай алды. Тостынан тиген алақанға Іңкәрдің бірден тамшы жерге үзіліп түскендей болды. Көр тышқанның інінен шыққан топырағы секілді жыбыр еткен бала сезім қандай күйге түсіргенін өздерінен басқа ешкімге аян емес. Бір-бірінен ұялатын болды. Бір сәт ажыраса асығып іздейді. Әңгімелері де бұрынғыдай кең көсілмей кідіре беретін болды. Бүгін іштегі шын қалауын айтып, үйленеміз деп желпініп отырған ыстық алақан бәрін жылы көрпемен жауып бұйықтырып жіберді. Арман қолын тез тартып алды. Екі беті қызып, жүрегінің соғысы өзіне анық естіліп тұр. Үнсіздік. Әткеншектің шиқылғана ұялмайтын секілді. Тербетіліп отырған Іңкәрдің әлпеті қызылы жаңа теуіп келе жатқан алманың апорты іспеттес. Арманға салса үндемей отыра бермек. Түу, құрсын, ысып кеттім ғой деді де екі бетін алақанымен басып жүгіре жөнелді. Сасқанынан не дерін білмей Арман орнында тұрып қалды. Жақыннан жарқын-жарқын күлген балалардың күлкісі естілді. Солақ біреудің қараңдар екі ғашық мында отыр екен. Олар жетімханада бірге тұрады деген ұнамсыз сөздерді анық естіді. Ашуға немесе намысқа тигендіктен емес, дәл осы сөздер үшін Іңкәрдің соңынан жүгіре жөнелді. Әшейінде соқтығып байланысып қалатын. Әй, тұра тұр, қайда барасың, Іңкәр? Алдағы өмірі қайда, қалай алып бара жатқаны белгісіз, екі өскін, екі өкпесін қолына алып жүгіріп бара жатты. Директор ағайдың кабинеті, ашулы. Түф еткізіп бірнеше рет еденге байқамай түкіріп жіберді. Оны табанымен сүртіп, Алмагүл, Алмаш деп бірнеше рет айғайлады. Үн жоқ. Қолына ала-құла қағаздарды алып көз жүгіртті. Басын бір шайқап, бір сілкіді. Жайлап ой үстінде жүріп, кабинетінің есігін ашып, тәрбиеші Алмагүлді тағы шақырды. Тәрбиеші аспай-саспай келіп, не болды ағай, ашулысыз деп директордың мінезіне үйренген кейпімен бір қалыпты келіп, қасына келіп отырды. Өткендегі қаулы іске асып жатыр. Қолындағы ала қағазды Алмагүлге қарай нұсқап жіберді. Ол приказдың шыққанына жылға таяды. Сіздікі неткен мезгілсіз ашу. Не көп приказдан көп нәрсе жоқ деп сырдың суы сирағынан келмейтін Алмагүл тәрбиеші сасар емес. Өй, шашы ұзын ақылы қысқа қатындар-ай, сол қаулы орындалып жатыр, жүзеге асып келеді. Міне, бізге де келіп жетті деді де ала қағазды үстелдің үстіне лақтыра салды. Бізге келгені қалай, кімдер олар деп тәрбиеші енді түсінгендей орнынан атып тұрды. Америкалықтар деген директордың дауысы шаңқ ете қалды. Олар кім тағы? Өз еліне асырап алатын бала жоқ па? Бермейік. Орнына қайта отырып, қайта түрегелді. Түрі өзгеріп кеткен. Жаңа облыстан, әкімшіліктен хабарласты. Жіберіп отырған өзіміздің басшылық. Қазір осында жетеді. Балаларға өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген атаңның мақалын үйрете бер. Ат айналып қазығын табар дейді. Бейбарыстар батыр туғаны болса, табаны таусылса да жетер бір күні. Топ-тора лекция оқып тұрғандай түрегеліп тұрып сөйледі. Бөлмеде ауыр атмосфера орнады. Тәрбиеші Алмагүл де үнсіз отыр. Енді балаларға бар. Бүлдіршін болса да есі бар, оғар. Шет жағасын айт, дайындалсын. Мүмкін ата-анасы болғысы келетіндері бар шығар деп орындығына сылқ етіп отыра кетті. Иә, қайсы қаламайды дейсіз. Армандары сол ғой. Бірақ шет елге деп не сөйлеп, не қоярын білмей есікке жыласа берді. Бермесек болмай ма деді, оқыс бұрылып. Айналайын-ау, беру-бермеу біздің қолда емес қой. Амал жоқ деп алақанын жайып, екі иығын қиқаң еткізді.
Көп уақыт өтпей балалар үйінің табалдырығын Адриан Мария атты ерлі-зайыпты баласыз америкалықтар мен аудармашы қазақ жігіт аттады. Екі америкалық ақ-сары бойшаң келген тік жүретін адамдар. Үстеріндегі киімдері де ерекше. Ұзын-ұзын әрі кең. Талғат директор сыртқа шықпай кабинетінде қарсы алды. Аудармашы су жұқпайтын тілі майда келген орта бойлы арық жігіт. Келе орысша амандасып шетелдіктермен таныстырды. Директор қазақша жауап берген соң амалсыз қазақшаға ауысты. Сонымен бұл қозысыз қойларын қазақшаға жұрдайды деп директор әлі жақтырмаған сыңай танытты. Солай әрине, деді де аудармашы ағылшынша сөйлей жөнелді. Екі шетелдік риза кейіпте басын шұлғиды. Бұлар бала таппай қаңғып жүр. Ал біз көптігінен асырай алмай жатырмыз деп директор күйіне сөйледі. Аудармашы естімеген адамдай түр танытып отыр. Саған айтамын деді, әдейі қадап. Иә мырза, жетім болған соң ата-ананың аялы алақаны керек. Оны өзіңіз де жақсы білесіз. Шетелде бала асырап алам деушілер өте көп. Жетімдіктен гөрі ата-аналы болған жақсы деп ойлаймын деп аудармашы төк болмағандай асығыстық танытып бақты. Құр сөзден қайран болмайтындығын ұққан директор Алмагүлді шақырып балалармен таныстыруды тапсырды. Екі ағылшындық қалбалақтап қағып, екі езулері екі құлағында, аудармашы да өтірік күліп көлгірсіп әлек. Директордың кабинетінен шығысымен аудармашы мен тәрбиеші Алмагүлді ұзақ кеңесті. Келімсектер сағаттан астам бөгелді. Осы уақыттың барлығында Алмагүл тәрбиеші ерекше өзгеріп, екі шетелдіктің ығына жығыла бастағандай. Бір жағы қолы дірілдеп, қалтасына бір кіріп бір шығады. Өмірі көрмеген бір бума ақшаны алғанына өкініп өліп кете жаздады. Арқасы терлеп байыз таппады. Екі шетелдіктің ұл бала асырап алатындығы айтпаса да белгілі. Қазақ бала қалайтыны да түсінікті. Директордың да тәрбиешінің де қауіпті қалтқысыз келгендей шешім арманға түсті. 4 қазақ баланың ішіндегі арманға, мың асықтың ішіндегі сақасы секілді ерекше бала бірден көзге түскен. Аудармашы да асты үстіне түсіп Американы мақтап жатыр. Екі шетелдіктің байлығын, парасатын парлап айтты. Керемет, әлемде жоқ оқу орындарын айтқанда арманның іші жылай бастаған. Алмагүл апай да қарсы емес, қолдап отыр. Ол кісі бәрімізді баласындай көреді. Ендеше көктен іздегенім жерден табылды деп қуанып, қорқыныш басса да басын изеп келісе берді. Өзінің ел мақтаған жігіт болғанын, білімді игерген тұлға кейпін елестетті. Балалық көңілі алып ұшты. Іңкәрдің өзін баурап, қуанышты жаңалықтай жалындатып ала жөнелді. Мен үлкен елде білім алам, сонан соң саған да көмектесем. Әке шешеміз болғанын бәріміз армандадық қой, сен ренжіме, жарай ма? Өскен соң келемін, уәде берем деп, Арман бір орында тұра алмай ерсілі-қарсылы жүре берді. Іңкәр қимай отыр. Қимаса да Арман үшін қуанады. Арман, сен үшін қуанып тұрмын. Тек қайтып келетін бол. Мені ұмытпа. Менің де қалауым ата-аналы болу. Ал директор ағай амалсыз іштен тынып күйіп отыр. Әй, басқа бала құрып қалды ма? Ана Құдай-ау, Іңкәр екеуін қалай қиып ажыратасың? Қанша жыл бірге өсті. Енді келіп мынау, ертең екеуіне де қиын болмасын деп Алмагүл тәрбиешіні кінәлай қарады. Білмедім, Арманның өз қалауы. Іңкәр да қарсы емес. Ата-ананы қайсысы қаламасын деп Алмагүл өтірік жөтеліп сыртқа шығып кетті. Директор не дерін білмей басын ұстап аз ойланып отырса да Алмагүл екі баланы шақыр осында деп айғай салды. Арман мен Іңкәрді ертіп Алмагүл кірді. Арман, сен өз қалауыңмен кеткің келеме деп бірден ашулы үнмен сұрақтың астын алды. Арман төмен қараған күйі иә деп жауап берді. Ал Іңкәр, сен не дейсің? Ертең бір-біріңді сағынбайсыңдар ма деп дауысын баса тіл қатты. Бара берсін, деді, дік еткізіп. Соғық келбетін бұзбай. Жақсы, бар Арман, дайындал, Алмагүл балаға көмектес деп қысқа қайырды. Артынша назарын аудармашыға аударып, так, баланың жасы 8-ден асқан, кішкентай емес, қиын болмай ма, тілді игеруі, сіңісіп кетуі қалай болар екен? Деп үмітпен тағы да қарады. Жоқ, тамаша, 8 жас өте жақсы. Осыдан жарты жыл бұрын кеткен балалар әлде қашан сіңісіп, тілді игеріп алған. Балалардың қабілеті жақсы деді
жеңгеніне қуанғандай көтеріңкі. Сайратып жатырмыз де, жарайды дұрыс екен, деп алдындағы ала қағаздарын тесіп жіберердей қол қоя бастады. Қазақтардың қанындай тазаған әлемде жоқ деседі, ғаламдық ғалымдардың өзі таңдай қағып отыр. Адриан мен Мария талай елдің тарихын, мәдениетін парақтап жүріп, қазақ елін өздері таңдап апты. Тамырына талант ұялаған тұлпар мінезді халық. Адриан қазақ халқынан бала асырап алғанына қатты қуанышты. Байлығы басынан асса да мәнсіз еді. Енді шынайы байлардың паңдығын үйрене бастаған. Небір меңдеген миллионерлердің қасында өзін бейшара сезінетін еді. Ал қазір көрсеңіз, ақсары жүзі күлкіге бейім, байлығына басы бергісіз ақылды адам. Нью-Йорк қаласында Офи құрылыс компаниясының бастығы. Ес біліп арманшыл болған Арманның бұл семьяға сіңісіп кетуі толықтай 3-4 айға созылды. Тұйықталып жалғызсырау уақыт өте келе келмеске кетті. Өмірінде көрмеген үлде мен бүлдені көргенде балалық қиял қанатын қомдай түскендей. Іштегі айтылмас сыр да көбейді. Кейде келгеніне өкініп өксіп алады. Ағылшынша әке, ана деуге қазақтың қазанында қайнаған жүрек үшін аса ауырлық келтірмеген. Тек қазақша болмаса болғаны. Оған есте жоқ Алмас пен Жайнат лайық. Одан кейін көзіндей көрген Талғат директор мен Алмагүл тәрбиеші лайық. Адриан мен Марияны қанына тән тәктілігімен қатты сыйлады. Обалы кәні бәрін беріп пейілін төкті. Болмыс басқа болса да адамның ұрпағы деген сол шығар. Америкалық Адриан мен Мария десе шығарда жаны бөлек еді. Арман ақсүйектердей заңғар азамат болып өсті. Келген жылдан бері 3 жыл өткенде қазақтығына қара жағып, тіл тигізген балалармен әбден салысып, атысып шығатын. Бір ағылшындық баланың тісі сынып, өзінің киімі алба-жұлба болып үйге келгенде де әке мен шешенің бетін тілімен тырнап ала жаздап еді. Бауырына басқан байлығын сен үшін шашқан адамдарды ренжітуді жөн көрмеген. Ол кезде 12 жасқа шыққан, етті, тығыз бала болатын. Жағдайдың барлығы спорттың сан түрімен айналысты. Сырттан қараған кез келген адам туа бітті тектілігімен дене мүсінін бірден аңғаратындай. Арманда барлығы болды, тек бір нәрсе ғана оның есінде қалғандай. Бәрін бұзбай ұстайтын Қазақстанның есімі болатын. Іңкәрдің әткеншегі, соңғы көрген көз жасы. Сол базарбай байлығы бар балалар үшін тарихтай тағдырына қашалған таңбасы секілді. Туған елдің топырағы тәнінде екендігін тек сезбес, сезсе сепке байласа бас бермейтін бейбарыс қайналар. Түймеде естелік түбіттей қомпиып, өз тереңіне тартып бара жатқанын өзі де білген жоқ. Жер жақанға жаңғырығы тараған тұлпар мінезді елдің аты жиі естілетін. Саясаттың сахнасында, әлемдік айтыстарда аты аталған қазақ жұрты жаһандану заманында қолын күн сайын бұлғақтайып соза беретіндей. Қазақша кітап оқып, қазақша телеарналарды көру машыққа айналған. Әке шешесі көріп қалса амалсыз ыңғайсызданатын. Көрнеу кезді қадағандай ұялып қалатын. Үлкен ақшаны басқарған бас ұлын түсініп, арқасынан қағуға парасаты бойлай алатын Адриан мен Мария іштей үрей сезіп қоя салатын еді. Мари, осы арман біз ойлаған тектіліктен асып кете ме деп қорқамын дейтін. Іштегі үрей одан да үлкен. Өмір қайда өмір, кім қалай сүреді екен? Арманның өмірі өшпеш естеліктерге толды. Оқу бітірген соң әкесінің құрылыс компаниясын ақырындап қолға ала бастаған. Көптеген адамдардың қолын қысып қарсы алды, шығарып салды. Дос пен жолдас бірде бар, бірде жоқ дүние секілді. Тек сан жыл сырлас бір-ақ адам Арманның іші сыртын түгел біледі. Ол әке шешесінен күнде таяқ жеп, еті көгеріп жүретін Джесси атты қазақ қыз болатын. Осыдан 10 жыл бұрын көшеде танысқан. Өзінің қазақстандық екенін білет болды, басқа ештересін сұраған емес. Қазақша Арман айтатын бірнеше сөзден басқа ештеңені білмейтін ол. Іңкәр балалар үйі секілді. Джесси нағыз бетін кессе қан шықпайтын бір бетке қыз. Сыйға сый, сыраға бал деген жүретін Арманның санатта бар, қатарда жоқ сырласы. Бұның Арман үшін ардақшылығы әркім бір сарып кете беретін ел жол үстіндегі жалғыз түп ши еместігі.
өзі үшін тұрып бере алатын өжеттігі. Арманның фирманың акцияларын тиімді қолдану үлкен тойға ұласқан күні осылай бүлінген бәрі. Алып қойыңдар, ішіңдер. Біздің сұлулар кешке ренжіп жүрмесін деп түкірігі шашырап біреуі шықты. Жын ойнақ десе бұдан сорақысы бола қоймас. Арманчик, арман деп мойнына асылған қызды қалай қағып жібергенін өзі де аңғармай қалды. Сайқал қыз шарт етіп айнадай еденге құлап түсіп, ащы даусы аспанға шықты. Бәрі бір сәт назарын солай аударды. Масы бар, сауы бар, оңбаған, есің дұрыс па, жынды деген сөздер бұршақша борады. Арман амалсыз кешірім сұраған болды. Бұрын мұндай емесең не болды саған? Адамның алып отырған ләззатын бұздың ғой. Немене, қазақтығың есіңе түсіп кетті ме? Сөз арасында біреуінің сөзі Арманды анық есеңгіретіп жүрді. Бұл баяғыдағы 13 жасар кезінде айтқан сөзін екінші рет қайталаған Парки есімді жігіт. Ешкім үндемей тына қалды. Түссе не болыпты? Қорқамысың қазақтардан? Арманның көзі қанталап тұр. Болды, қойыңдаршы. Біздің штатта әлемдегі бар ұлт өкілдері араласып өмір сүреді. Оған бүлінетін не бар? Адам айдада адам. Жақсы сөзді екінші бір масаңғыз бұзып жіберді. Қазақ деген немене? Ондай адамдар бар ма? Жап аузыңды, арсыз дегені сол еді. Арлы арсыз деген ұғым қазіргі заманда жоқ деді данышпансып. Көптен айта алмай жүрсе керек. Тағы біреуі килігіп, қазақ деген нағыз жәлепқананың ордасы деп естігем. Тіпті біреулер соларға арнап Борат сияқты фильм түсірген. Ол киноны көргенде нағыз өмір сол жақта ма деп қаласың. Сен арсыз дейсің бізді. Қазақтар көшенің ортасында ләззатқа батудан тайынбайды екен. Дұрыс, бізде де солай деді. Көсілді тағы біреу. Арман аяғына дейін әдейі тыңдап бақты. Ол фильмді әдейі арандату үшін түсіргенін білетін. Әлгі көпірген ұзын жігітті егінінің астынан бір ұрып сұлатып тастады. Сол қарқынмен қаны қызып тағы біреуіне шегіншектеп барып ашуға булыққан біреуі, мүмкін сенің анаң жезөкше, әкең наркоман шығар деген сөздер аяғына жетпей сылқ ете қалды. Арман түтіккен ашумен тура мойнынан шөлмекпен ұрған. Көріктің танауындай тынысы күшейіп, барлығы шошып кетті. Жетті, көргендерің осы болды. Сол үшін жиіркеніштісіңдер сендер. Байлықтарың барлығы өздеріңе. Қазақ деген қаны бұзылмаған текті халық, тәуелсіздігі берік, тепсе темір үзер рухты мемлекет. Қош болыңдар ендеше. Бұл Арман. Ұшақ трабынан Арманның түскені сол үлкен тебіреніспен көзіне жас алды. Туған елдің ауасын кеудесі толғанша жұтты. Жүрегі жұмыр жердің ядросындай тыным таппай дүркілдейді. Көз алдында іңкәр екеуінің бала кезде бірге өткен кездері тізбектеліп келе берді. Қазір қандай қыз болды екен? Талғат ағай мен Алмагүл тәрбиеші де біраз жасқа келген болар. Такси терезесінен туған жердің әр бұта терегіне, тау тасына қарап келеді. Өскен ауылына таяған сайын қобалжып көзінен жасы тоқтамай қойды. Машинада отырып, жол жиегінде үстін шаң басқан қара сорпа болып желіп келе жатқан кәрі түйеге көзі түсті. Аяғында қызыл қан болып қажалған тұсамыз. Қылдай болып сүйретілген арқаны бар.